Алқамды ұрладың деп жала жапты. Онысын туған қайнысы картаға тігіп жіберген екен. Болған оқиға. Жас болсам да өз қатарластарымнан әлде қайда ересекпін. Себебі үйдің үлкенімін. Өзімнен кейін 4 сіңілім бар. Анама, бауырларыма қамқор болу үшін ерте есейдім. 8-ші бітірген жылы ауылдағы тойхананың біріне даяшы болып орналасып ақша табатынмын. Себебі біздің тұрмысымыз басқаларға қарағанда төмендеу. Әкем ішімдікке құмар. Тастап кететін ен байлығы бар сияқты. Маған мұрагер тауып бермедің деп мамамыздың миын жей береді. Онысымен қоймай көшедегі арақ сататын дүкендердің бәрінен қарызға ашып, әбден жүксірін болып кеткен. Бір сөзбен айтқанда, ауылда біздің авторитетіміз жоқ. Кішкентай кезімде ондайларды елемеуші едім. Жоғары сыныпқа өткелі бері басқалардың маған мүсіркей, кейбірінің тіпті менсінбей қарайтынын байқадым. Менімен қыздардың бәрі дерлік араласпайтын. Бірақ мен бар ынтамды білімге салып сабақты жақсы оқыдым. Қайтсем де білім алып, жақсы қызметке тұрып, анамды, бауырларымды мына жоқшылықтан құтқарам деген мақсат болды. Мектеп бітіру кешіне сыныптастардың бәрі жыл бойы дайындалды. Шашымды бүйтем, көйлікті сөйтем деп сөйлегенде басым төмен салбырап кететін. Себебі менің ондай думанға жарататын ақшам жоқ. Әкемнің түрі анау, жалғыз мамамды шырылдатып қоюға намысым жібермеді. Сол себепті ақша жинаймыз деген әңгіме қозғалғанда мен қатыспаймын, мектепті бітіре сала қалаға кетем деп өтірік айттым. Елдің бәрі наурыз мерекесін тойлап жатқан тұста көрші үйдегі ағайын ағамыз Астанадан келіншек әкелді. Үріп ауызға салғандай сүйкімді жеңгеммен әңгімеміз жарысып кетті. Сырласатын адамым жоқ еді. Енді қолым қалт еткенде көрші жеңгеге барып тұратын болдым. Құрбы тапқандай қуанғаным әлі есімде. Ол да менен мектебім, болашақ мамандығым, мектеп бітіру кеші жайлы сұрақтар қойып көп сырласатынбыз. Ашық ауыз басым, мектеп бітіру кешіне баратын жағдайым жоқ, қатыспаймын деп 2-3 ай бұрын айтып қойғам. Бірақ бітіру кеші жақындаған тұста мамам сіңілісінің қызының көйлегі мен туфлиін сұрап әкеп берді. Менен 1 жыл бұрын мектеп бітірген бөлемнің көйлегі маған құйыла кетті. Өміріңде бір-ақ рет болатын вечеріңе неге қатыспайды екенсің? Барасың, міне, отырсын ақшасы деп мамам қолыма 10 000 теңгені ұстатты. Сондағы қуанғанымды көрсеңіз, жүзім бал-бұл жайнап, бөлемнің көйлегін қайта-қайта киіп көріп, күн санап кеттім. Ертеңіне шыдай алмай көрші жеңгеме бардым. Мен мектеп бітіру кешіне қатысатын болдым. Ақша да көйлекте табылды. Құдай бұйыртам десе, бірақ сәтте екен ғой, деп қуанышымды бөлісіп отырғам. Бірақ жеңгемнің жүзі сынық, қабағы қатулы. Әңгімемді тыңдап болған соң, соның бәріне ақшаны қайдан алдың деп сұрады. Сөйтсем, жеңгемнің тойына түскен алқасы жоғалыпты. Шешіп, бөлмесіне қойып моншаға кіріп кеткен екен. Қайтып шықса жоқ болған. Үйіне жиі баратын бөтен адам мен болғасын күмәнданып тұрған түрі ғой. Алқаны сатып, бітіру кешіне көйлек алмадың ба? Әйтпесе аяқ астынан көйлек те ақша да қайдан табыла кетті? Деп жеңгем мені тергеуге алды. Одан мұндайды күтпегем. Ызам келіп, тамағыма ащы өксік тығылып, үйінен шығып кеттім. Есіктен аттарда жақсылап іздеп көріңіз, мен алған жоқпын, деп көзіне тіке қарадым да кетіп қалдым. Бітіру кешін ойдағыдай өткіздім де, қалаға нағашы әпкемнің қолына кетіп қалдым. Өзім қалаған оқуға құжат тапсырып, жоғары бал жинап, студент атандым. Ауылға айына 1 барам. Қалған уақытта қаладағы дәмханалардың бірінде даяшы болып жұмыс істеймін. Айтпақшы, астаналық жеңгеміз бен ағамыз да мен кете сала еншілерін алып қалаға көшіп кеткен. Сол бойы кездеспедік. Өткенде жұмыста отырсам кафеге сол ағамыз бен жеңгеміз тағы 1-2 досымен тамақтануға келіпті. Басқа ешкім бос емес, амалсыз заказ қабылдауға алдарына бардым. Ағам мен жеңге мені көріп елпілдеп қалды. Жағдайымды сұрап, сабағымды сұрап, қас-қабағымды бағып қояды. Артық ауыз әңгіме айтпай, сұрағандарын жеткізіп бердім де, үндемей кетіп қалдым. Арада 2 сағаттай уақыт өтті-ау. Жеңгем жаныма келіп телефон нөмірімді сұрап алды. Саған ерте хабарлассам бола ма деп, ертеңіне телефон соғып үйіне шақырды. Не айтар екен деп барсам, менен кешірім сұрамақшы екен. Алтын алқамды қайныма алып, картаға тігіп жіберіпті. Білген кезде үйде үлкен дау туды. Енем көршілерге қайныңның бұл тірлігін айтпа, масқара боламыз дегесін үндемей қоя салдым. Оның үстіне сенің мамаң білсе, маған ренжіп қалар еді. Өзіңді тауып кешірім сұрағым келіп жүреді. Құдайдың кездестіргенін қарамайсың ба? Менен бір қателік кетті. Кешірші, деді.
Иә, біз кедейміз, бірақ намысымыз дүние мен байлықтан жоғары. Ұрлық жасау деген қанымызда жоқ қасиет. Тіпті Алқаш әкемнің өзі арақты өз ақшасына алып ішеді. Жоқ болса қарызға жаздырып ішеді. Ал сіздің сол кездегі жапқан жалаңыз сізге деген менің аппақ, тап-таза ниетімді лайлап тастады. Кешірмегенде қайда барам? Кешірдім, бірақ енді бұрынғыдай жеңге мен қайынсіңілі боп сырласа алар ма екенбіз? Деп қоштастым.